Ассалаумағалейкум достар, Есен Елеукен сауатты бол жобасы жалғастырамыз. Қоғамдық мәдениет туралы осы бағыттағы әңгімеміз бүгін өз жалғасын табады. Бүгінгі қонағым Жасұлан Майлыбай, мемлекеттік саясат магистрі. Жәке, қош келдіңіз. Рахмет. Қалай, жұмыстарыңыз жақсы ма? Бәрі жақсы, бір қалып. Осыдан бір 10 жыл бұрын Жайдарманда сізді көріп тұратын едік, қазір қол тимейді ау деймін. Бұрын келіп баратынбыз, қазір енді шақырмайсыңдар десең. Мүмкін болған кезде неден ютубтан қарап әйтеуір сөйтіп жатамыз. Жақсы, қазір Жайдарман деген көрініп тұр, жаңа тыныспен, жаңа бір идеялар. Жыл сайын жаңадан адамдар келіп жатыр. Енді мен өзімді бір мақтатып қойған сияқты көріндім. Негізі қазіргі мынау соңғы кездері қоғамда көп нәрсені өзіңіз жақсы білесіз. Проблемалар шығып жатыр, түрлі бұрын, мысалы үшін осыдан 10 жыл бұрын, 20 жыл бұрын болмаған проблема әпсетте келіп қалады. Оны қалай шешеміз, қалай оның жаңағы көп жағдайда біз болып жатқан проблемамен айналысып кетеміз. Негізі ол қалай шықты, алда қандай нәрселер пайда болады деген нәрсе кейде кенже қалып жатады. Себебін анықтау кішкене соңғы жақта қалып өтеді. Қазір бір есеп үшін алдын ала соны жою үшін, соны жазған адаммен арпалысып кетеміз. Сондай мәселе туып жатады. Жалпы қоғамдық мәдениет қалыптастыру ғой, қай бағыт болмасын. Ол жерде бірнеше не бар, бағыт бар. Мысалы, отбасының рөлі, мектептің рөлі, медианың рөлі, ортаның рөлі дейтінде әр нәрсенің өзінің рөлі бар. Сіздің ойыңызша, мысалы, әрқайсысын бөліп айтып көрейікші, қайсының рөлі қай жерде қандай болу керек? Мысалы, енді өзіңізде ауылда туыстыңыз, мен де ауылда туыстым. Бұл жерде ауылдың ортасы бөлек, қаланың ортасы бөлек дегендей. Себебі біздің көретін көрерменіміз көбінесе жастар. Сондықтан осы жөнде кішкене өмірлік тәжірибеден бастап көрсек. Рахмет, Исаға шақырғаныңызға. Біріншіден, бұлай сіздің сұрағыңыз философиялық сұрақ сияқты. Бірінші философиядан бастайық, сосын ары қарай кете береміз. Философиялық сұрақ сияқты. Менің ойымша, өмір баланстың арқасында сақталып тұр ғой, өмір болып. Сондықтан кез келген нәрседе барлығының жөнімен, ретімен болған дұрыс. Және оның біреуі түсіп қалатын болса, бір компонент өмірге қажетті, онда сол толықтық болмайды. Сондықтан менің ойымша отбасы, қоғам, мектеп, балабақша, жоғары оқу орнының адамның қалыптасуында, оның мәдениетінің қалыптасуындағы өзінің бір айрықша қолтаңбасы болады. Айрықша дейтін себебім, мысалы, ата-ана берген тәрбиені мектеп бере алмау мүмкін. Мектеп берген тәрбиені ата-ана ескермеу мүмкін. Деген сияқты өмірдің әрбір белесінде өзіңе қажеттіні алып отырасың ғой. Сондықтан қоғамның дамуында егер жаңағы мектепті басқан институт деп алатын болсақ, әр институттың өзінің орны бар. Және оны біреу үлкен, біреу кішкентай, мынау елеусіз, мынау елеулі деп те айтуға болмайды. Біздер кейде эмоцияға берілген кезде бір жақты кетіп жатамыз ғой. Мынаң бәрі құрысын, тек осы ғана дүниенің кілті осында, тағы бірдеңе деген сияқты артық әңгімелерді айтып жатамыз. Бірақ өмір деген сондай күрделі нәрседе, ол бір компоненттен тұрмайды, немесе бір адамнан, екі адамнан тұрмайды. Сондықтан сол өмірдің бар күрделілігін ескере отырып, сондағы институттардың рөлін жоққа шығармау керек деп ойлаймын. Жөнді, кей жағдайда, мысалы үшін, жаңағы әлеуметтік желіде қарап отырасың, мысалы үшін мұғалімдерге қарсы сөйлеу, біздің заманымызда ол мұғалімге қарсы сөйлеу деген ол үлкен қылмыс. Негізі мен бір осы өз ортамызда талқылау болған кезде үнемі бір нәрсені айтуға тырысам да, соны сізге де айтып көрейін. Қазір өзі біз қызық кезеңде өмір сүріп жатырмыз да. Біздер шын айтқан кезде батыстағы, былайша айтқанда, түзу тұрған нәрсені батыс әлемде, соны қисайтып қойып қабылдап жатырмыз да, қоғам. Кривое восприятие. Мысалы, ол не деген сөз?
мысалы мен Ұлыбританияда жүрген кезде, болашақпен білім алған кезде. болашақпен білім алған кезде, Ұлыбритания деген әлемде үлкен империялардың бірі болған ғой. Сен өзің енді қалыптасқан жаста барасың да, енді сен сұрақ қоясың өзіңе, бұл қалай мықты мемлекет болды? Неге осындай нәтижеге жетті деп. Сөйтіп әртүрлі нәрсені зерттей бастайсың ғой. Сол кезде енді демократияның құндылықтарын қалыптастырып, соның бір үлкен үлгісі болып жүрген елдердің біреуі ғой. Сонда демократия туралы да ойландым да, мысалы, демократия деген не? Ал міне қоғамға келдім ғой, демократия. Сонда демократия деген екі нәрсе екен. Жауапкершілік, оның ішінде өзіңнің жауапкершілігің бар, өзара жауапкершілігің бар, және мәміле, компромисс. Яғни сен мысалы парламентте 10 партия отырасың, ал келіс, және цивильный болу керек бәрі. Мысалы біздер қоғамдық ортада қарасақ, біз демократиялық құндылықтар дейміз де, өзімізге көбірек айтуға мүмкіндік береміз де, өзімізге көп аламыз. Сөйтіп біреудің жеке басына өтіп кетеді, артық айтып жібереді, тағы бірдеңе деген сияқты ғой. Сонда жауапкершілік дегенді мысалы құқықтық, менің құқығым бар деген сияқты есеппен ғана қарайды да, ал біреудің құқығы бар, өзінің жауапкершілігі бар, өзгенің жауапкершілігі бар деген сияқты бір өте маңызды ұғымдарды жіберіп алып жатырмыз. Сол сияқты жаңа сіздің әңгімеңізге тұздық болсын деп айтып жатқаным ғой. Біздер қазір сөйтіп жаңағы сіз айттыңыз ғой, мұғалімдерді жамандап, тағы бірдеңе деген сияқты. Осының бәрі сол әлемдегі немесе батыс әлеміндегі қалыптасқан нормаларды дұрыс түсінбеуден болып жатыр да. Дұрыс түсінбей, оны қисық күйінде қабылдау. Онымен кім айналысу керек қазір сонда? Енді негізінде бәріміз жаппай айналысуымыз керек. Бізде мысалы мынандай нәрсе бар да, бізде былай ойлаймыз ғой, қазір мысалы жаңа жеке шекара деген сияқты ұғымдар, түсініктер көбейіп жатыр ғой қазір. Заң қабылдағаннан кейін біраз менің құқығым, ол заңда да емес. Мысалы бізде мысалы бір нәрсе бар, көп нәрсені тез қабылдаймыз да, ұлт ретінде сондай гибкость бар да, бірақ фильтрация жағынан проблема бар да. Мысалы біз шынтуайтында мысалы келіп атқан нәрсені бізде мына Британияда оқуда жүрген кезде үнемі мұғалімдер айтатын, жазған кезде, зерттеген кезде ұлттық контекстті ескеру керек дейтін әңгіме. Бізде сол ұлттық контекст екінші планға асырылып, жаңағы келіп атқан нәрсенің бәрі керемет нәрсе сияқты қабылдап, жұтып, және оны қате қабылдап, көп нәрсені былай бүлдіріп жатқан жағдайлар бар да. Өзіміздің мықты құндылықтарымыздың құнын түсіріп жатқан жағдайлар бар да. Соның бәрі қате қабылдаудан болып жатыр негізінде. Негізі жұрттікі таңсық болып көрінеді ғой бізге. Таңсық болғанда осы бір керемет өмір сүрудің, өмірді түсінудің формуласы сияқты қабылдап жатыр да. Мысалы, андай бар да, мысалы, мен өзімнің қалағанымша өмір сүрем, бірақ саған біреулер көмектесетін болса, ол артық етпейді. Бұл жалпы қарама-қайшы, былайша айтқанда, шығыс пен батыстың философиясын біз тоғыстырып өмір сүргіміз келіп жүр да. Біз негізі шығыспыз ғой. Иә, біз шығыспыз. Мысалы, мен айтайын дегенім, жаңағы батыста, мысалы жекелеп айтқанда Британияда, мысалы, ол жерде индивидуалистік қоғамда 6 ғасырдан бастап, жаңағы христиан діні кең тараған кезде, сол неге аралға сондай көп нормалар қалыптасқан. Ол жерде басынан бастап, мысалы, сіз өзіңіз жеке тұлғасыз, сіздің мал мүлкіңіз өзіңіздікі, үйіңіз бәрі өзіңіздікі деген сияқты. Біз сондай үлкен бір былайша айтқанда family oriented дейді, жаңағыдай отбасыға негізделген қоғам біздікі да. Бұлардың сол жаңа жеке призмадан қараған кезде сізге ешкім ештеңе міндет емес. Және ол норма. Әркім өзінің өмірін сүріп, сөйтіп жүреді да. Мысалы, Британияға барғанда бізге сол жағынан қиын болды. Мысалы, врач сізді күліп қарсы алады да, бірақ өзінің жауапкершілігінің деңгейінде ғана көмектеседі. Ары қарай кетпейді.
керемет қарсы алады деген сияқты. А біздер наоборот жаңағыдай өтіп ойбай бауырым досым әңгіме жоқ деп біреуге звондап біреуден біреу тағы сондай жүреміз ғой. Как бы біздің қоғамның проблемасы менің ойымша сода, жаңағының жақсы бір жерін алып оның издержкаларын ескермеу да. Мысалы тәрбие мәселесі бәріне соның қатысы бар. Мысалы керегін жерін аласың, өзіңе удобный нәрсені да. Мен өзім үшін өмір сүремін, бірақ жаңа жауапкершілікті сырып тастайсың да. Бірақ ол жерде де бар, сен құқықтық жауапкершілігің бар, басқаша аталады да. Бірақ енді мысалы өзара жауапкершілік деген бар, reciprocal obligation дейді. Иә, сол жауапкершіліктердің бәрін ысырып тастаймыз да, мынаны әкеліп бір-біріне бүйтіп байлап бірікпейтін нәрсені біріктіріп сөйтіп жатырмыз да. Біздің қоғамдағы проблемалардың көбісі содан болып жатыр да. Бәрін ысырып тастап алып, немесе өзімізбен оны қосып бір керемет нәрсе жасағымыз келеді, бірақ ол арқылы біз өзіміздің ұлттық былай негіздерімізді әлсіретіп алып жатырмыз да. Негізі осы түсінікті енді Британияға барған кезде өзің қалай қабылдадың? Бастапқы кезде кішкене қиындау болған шығар. Индивидуалистік қоғамды ба? Иә, ол жерде қиын болды. Біз себебі сондай көп жаңа бізде айтады ғой қазақта, ішсең де руыңмен іш деген сияқты әртүрлі жалпы мына қоғамды топтастыру бағытында бірігіп өмір сүру, жаңа жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үн шықпас деген сияқты нәрселердің бәрі біздің өмір сүру философиямыз ғой. Бірі болып жүру керек, көппен көрген ұл той деген сияқты. Біз енді даланың несі ол жалпы мына шығыс, оңтүстік шығыс, мына Европаның Испания, Греция, Италия сияқты жақтарында біздегі сияқты түсініктер сондай топтық. Сонда барғанда мысалы ағылшындарда былайша айтқанда типичный ағылшындар жұмыс үшін демесеңіз, қол беріп амандаспайды мысалы. Енді адамның личный границасы ғой, ол мысалы контакт. Бір жағы былай, мен де денсаулығыма байланысты айтайын. Қазіргі таңда енді мен жұмысыма байланысты кейде 15, 20, 30 бала бәрімен амандасуға тура келеді. Содан кейін енді ол мұрынды сипайсың, анау қыласың, ішінен бір вирус шықса, талып түсесің. Мен оны қабылдай алмаймын, менің иммунитетім ондай емес та. Жоқ, мен мысалы мынадай тәртіп енгізгем. Мысалы үшін жұмыс барысында болған кезде бас изесіп, амандаса салыңдар, жеке кездескен кезде амандасайық деп. Соны көбісі дұрыс қабылдамады, ренжіді. Жоқ, ол мысалы сіз оны денсаулық тұрғысынан айтып тұрсыз ғой. Иә. Олар кәдімгі философский тұрғыдан солай ойлайды да. Жалпы андай қылып амандасқанды бір жағы кезінде осы ковид шыққан кезде бүйтіп амандасқан деп бірдеңе енгізгісі келді ғой. Дұрыс қой. Енді мысалы сіз индивидуалистік қоғамда өмір сүргеннен кейін қалай айтсам болады, сіз сондай атрибутикалар арқылы да түсінесіз да, бұл шынымен индивидуалистік қоғам екен. Мысалы үйіне қонаққа шақырмайды деген сияқты. Үй ол оның өзінің қорғаны, кішігірім деген сияқты. Сондай нәрселер көп та, мысалы бәрі уақытпен жүреді. Жаңағыдай өзінің нормасы бар, мысалы ғылыми жұмыс бойынша жетекшімен 3 рет қана кездесесіз, одан артық кездеспейсіз. Мысалы біздің жағдайда болса, жаңа сол бауырмалдық басқа қарым-қатынастар ойнайды. Бауырым талай жігіттерді, қыздарды білеміз ғой, сол профессорның үйіне прямо барып жүріп, сол жерден білімін алып жүріп үйренген азаматтар көп. Мысалы ағаның үйін жағалап деген сияқты. Сондай деңгейде сіз нені көріп тұрасыз да жаңағы. И олар жаңағыдай оларда түсінік бар. Егер Жапандағы жалғыз ағашқа жай түсіп, ол сынбай қалса, ол әлемдегі ең мықты ағаш сол дейді да. То есть жаңағы позитивный индивидуализм деген түсінік қалыптастырған олар. Мысалы өзің жүріп те бақытты болу, өзіңмен өзің жүру норма. Мысалы кәрі қыздар көп деген сияқты ғой. Мысалы бізде мұғалімдер көп, бәрі мисс деп тұрады да, мысалы үлкен кісілер деген сияқты. Бәрі сол индивидуалистік қоғам. Ол түсінік бізге де кіріп жатыр ғой негізі соңғы кезде. Біздерге біз мысалы концептуально былай екі бөлек ортада өскен адамдармыз ғой. И мысалы біздің былайша айтқанда былай қарау керек та, оны біз жай ғана кіргенде
просто так ала салуға болмайды да. Себебі былайша айтқанда біздің осылай өмір сүруіміздің ғасырлық өзінің логикасы болады. Мысалы жаңағы дәстүр, таным, түсінік деген ол бір уақытта қалыптасып кетпейді ғой. Мысалы бұрын жаңағы бізде бір сектантский әртүрлі қозғалыстар болды ғой. Келеді жаңағы домбыра болмайды дейді, бірдеңе болмайды. Оның бәрі күлкілі нәрсе ғой. Жет желпек болмайды, бірдеңе. Оның бәрі уақыт тұрғысынан алғанда өте күлкілі нәрселер да. Себебі адамдар осы далада оны 1000 жыл практиковать еткен болуы мүмкін да. И сіз келесіз да, жоқ ол дұрыс емес дейсіз да. Егер ол керек болмаса, ол сол кезде, алғашқы кезде жоқ болып кететін еді ғой. Иә, мысалы бір рет бір дәрігер кісі бар еді, осы Жамбылдың қазақы кісі, өте начитанный адам. Сол кісі айтады, бір осы как раз Британияны алғанда басым ауырып сөйтті да. Сосын жаңағы айтады, қойдың майын, іш майын жағу керек, басқа таңып қою керек, нені салқындалады деп. Сосын мен күлем ғой енді. Как бы енді дәрі бар, басқа бар деген сияқты. Сосын ол айтады, сосын бұл күлетін нәрсе емес жалпы дейді да. Егер осы дүниелер қазіргі уақытқа дейін сақталып келсе, оның бір себебі бар дейді да. Себебі керек емес нәрсе уақытпен кетіп қалады өзі. Жойып кетсең, оны сақтай алмайсың керек емес нәрсені да. Сол сияқты біздің мына жерге қазіргі келгеніміздің даже ол нәрселер біздің былайша айтқанда өзімізді сақтауымыздың бір шарттары болуы мүмкін да. Сондықтан одан просто оңай бас тарта салып, және олай мүмкін емес те. Мысалы жаңағы көрдік қой, домбыра болмайды дегенде ада кісілердің қалай күлкіге қалғанын деген сияқты. Сондықтан қоғам оны өзі былай сыртқа тебеді да. Себебі оның өмір сүруінің өзінің логикасы бар. Сондықтан мысалы біз жаңағы батыстан келген нәрсенің бәрін өте фильтрмен ойланып, және өзімізді былай төмендетпей қабылдауымыз керек та, қабылдайтын болсақ та. Енді ол иммунитетті жаңа қалыптастыру үшін оған уақыт керек дейді. Оған уақыт керек, иә. Сосын менің байқағаным, жалпы бұрынмен салыстыратындай не емес, негізі көп жағдайда енді қалада орта көп, керісінше. Жақсы ма, жаман ба, енді себебі қалада таңдау бар, қалада жаңа индивидуальный адамдар да көп деген секілді. Аудан орталықтарында мысалы үшін қарап отырсаң, көп орта жоқ. Әсіресе мысалы үшін балалар бір балиғат жас дейді ғой, мысалы үшін бір кішкене үйін алдайтын, яғни өтірік алдағанда бір үлкен өтірік емес, мысалы үшін сабаққа бармай қалған, басқаша жасырып, сондай жасқа жеткен кезде балалар кішкене орта іздей бастайды. Осы кезде сөздің ашығы керек, бізде оны бір бағыттап жіберетін, немесе бір дұрыс, мысалы бірыңғай кітап оқитын, немесе бір жақсылық жасауға ұмтылатын орталар енді біреу ұйымдастырмаса, ол өздігінен ұйымдастыру қиын ғой. Ол ұйымдастыратын адамның өзі де мысалы белгілі бір тәжірибесі бар, немесе белгілі бір жерде оқып келіп, соны жастарға, ол да енді былайша айтқанда қоғамдық жұмыс қой. Иә, сөздің ашығы ауылдан келген кезде қазір қалай, мысалы үшін бәрінде әлеуметтік желі бар. Әлеуметтік желіде ол мысалы үшін бүкіл қаланың өмірін көріп отыр, сол жердегі тамақты көріп отыр, яғни өзінің ішкен жеген салатын адамдар бар. Жаңағыдай бәленбай не істесең, ақша салып жіберсең, бәленбай не бір коучтар бар, түрлі да. Ол қалаға келген кезде ол өзінің ойымен ол қалада тұрған адам сияқты болып келеді негізі осы жаққа. Ал келгеннен кейін бұл жерде проблемалар басталады ғой. Сол кезде оған дайын болмай қалады көп жағдайда. Әрине. Баяғыда біздің қиялымыздағы қала, біз келіп ана қиялмен әрқайсысын жаңағы қолмен түртіп көріп, көзбен ашып көріп, өзіміздің бір әлеміміз ашылып, саты-сатымен келетін едік қой. Әрине қаланың балдары мысалы үшін ол ауылға арнайлап бармайды. Ол барлығын туысқандар жоқ қой, бірақ уақыт өте келе олардың мысалы үшін кейбіреуінің біздің жаңағы қазақылықтың болмауы, кейбір болмайтын түсінік, жаңағыдай командалық жұмыс, ауылда деген мысалы үшін кез келген нәрсе болатын болса, бәріміз жабылып көмектесіп жіберіп, небір асарлар болып жатады, небір волонтерлық еріктілер жұмысы ауылда ғой негізгі бастауы. Жаңағы жезделердің ненің басында тұрып, малды союы, жеңгелердің бір асып, ол автоматты түрде сен мысалы үшін ол Маңғыстауда өте жақсы сақталған ғой ол университетте. Сондай кезде менің ойымша бір осындай бір орталар жетіспейді. Енді орталарды біреу істеу керек қой, ондай орталарды. Осыларды бір мысалы үшін көп жағдайда бізде ол
енді ол жаман ойламайды. Мемлекет қаржы бөледі, мысалы үшін үкіметтік емес ұйымдар деген сияқты. Ал егер қаржы болмаса, ол тоқтап қалады. Түсінікті. Біреу қаржымен, бірақ андай жеке өзінің бастамасы есебінде алып жүретін адамдар өте аз. Ол оқиғаны көрсек бәріміз былай таңғаламыз негізі. Сондай орталардың, мысалы орта ол тәрбиелейді. Ол жаңа дұрыс айтасың, әке шешесінің тәрбиесі бөлек. Мен мысалы үшін осы қалада жаңағы қызым мектепке барған кезде ата-аналардың жиналысына бардым кезінде, енді қазір студент. Сол кезде мысалы үшін класста 25 бала болатын болса, ер адамдар, әкесі, атасы ма, бір 2-3 адам жиналса қуанамыз. Негізгісі жаңағы аналары барады. И және ол жерде мен бір байқағаным, көп жағдайда бүкіл жауапкершілікті мектеп барып тастайды. Қазақша сөйлемесе, сендер не бітіріп отырсыңдар, бірақ ол орысша айтып отырады. Мен не үшін қызымды қазақ мектебіне бердім? Осындай мәселелер кетіп бара жатыр да, бара. Қазір әлеуметтік желіні ашып қалсаң, небір нәрселер басталып жатыр. И бір менде қорықпай, мен мысалы үшін болашақта бір-бірімен қазақша шүйіркелесіп, андай бір әзілдескен, қалжыңы жарасқан сондай қоғамда өмір сүргім келеді. Дұрыс. Ол әңгімені тек ауылға барғанда ғана естимін. Мен осы жақында осы мәселені талқылағанбыз жігіттермен отырып. Сонда біздің бір үлкен проблемамыз, менің ойымша, біз қазақылықты ауылды демей-ақ қояйын, қазақылықты қалаға алып келе алмадық та. Мысалы, біз қытайлар туралы айтқанда, қытайлар мәдениетімен көшіп жүреді деп айтамыз. Мысалы, Қытай жұтылмайды. Британияда жүргенде де Қытай болады, ақш-та жүргенде. Түрік ағайындар да Чайна тауындарын ашады, түрік ағайындар да сондай. Мысалы, специямен көшіп жүреді условно да. Біздердің сол қаладан жеңілгеніміздің бір мүмкін көрінісі ме? Мысалы, Британияда жүргенде 66 миллион халық қой. Бірақ енді ешкім бір-бірін танымайды ғой, бірақ жалпы жымиып, күліп, былай сәлемнің ишарасын білдіреді адамдар. Күліп деген, как бы амандасқан сияқты да. Мысалы, бізде негізі сондай қазақылықты амандасуды қалаға алып келуге болар еді. Мен үлкенді көрдім, сізді мысалы ассалаумағалейкум немесе ишарамды білдіріп өтетінге болады негізінде. Көршімен күнде араласпасаң да танысып білісуге болады. Мысалы байқап жүрмін, кейбір жігіттер қазір құрылыс үй салған кезде мына ауылдың атмосферасын жасау үшін былай неге жаңағы аулаға бір жаңағы қазан ошақтың несін жасап, современный қылып сөйтіп жасап жүр да. Біз негізі біздің сондай бір ерік жігеріміздің төмендігі ме екен, жоқ басқа мәселе ме екен, біз сол өзіміздің құндылықтарымызбен көшіп келе алмай жүрміз ғой. Мысалы, қалаға келген адам резко ойлайды, жоқ бұл жерде ешкім бір-бірімен араласпайды. Сондықтан жаңағыдай тек жұмысыңа барып сөйтіп. Ол негізі олай емес қой. Біздің барлық мысалы, біз Европаны қарасақ, оларда заңдарының бәрі күнделікті дәстүрінен барып заңға айналған да. Мысалы, сол мына жер осылай болу керек десе, соны заңға айналдырған да. Юридически келтіргенде, бізде сондай ғой, біз мысалы наоборот бір жерге келген кезде өзіміздің бүкіл нәрсемізден бас тартып барып кіреміз да, иіп тұрып басымызды. Мысалы қалаға сондай немен келуге болар еді. Әлі де болады деп ойлаймын да, мысалы қалаға келу үшін қаланың енді өзінің бір сол өзінің мәдениет қалыптастыру дейді ғой. Жоқ, сол болады деген нәрсенің өзі, оның бәрі стереотиптер ғой. Мысалы қалада адамдар мысалы сіз неде тұрасыз, подъезде, сол жерде қырғын қазақ тұрады да. Ол басым көпшілігі өңірден келген. Сол қазақ мысалы келген кезде жабылып қалады ғой. Қалаға келген кезде. Себебі қаланың мәдениеті, оның түсінігі бойынша адамдар араласпайды бір-бірімен, сондай тек былай жұмыс, тағы бірдеңе келіп кетіп, өйтіп жаңа жетшілпек таратып жүрген болмайды, себебі ол біртүрлі көреді деген сияқты. Бірақ егер қызықта сонша адам масса келіп тұрып, сондай бір өзін шектеуі да. Керісінше біз сол жаңағы өзімізге тән ғасырлап алып келе жатқан нәрсені қалаға да алып келуге болар еді негізі. Жоқ, ол тек Астана шығар. Мысалы, Ақтауда олай емес шығар.
Ақтауда басқаша. Жалпы енді мен үлкен қалалар туралы Үлкен айтып қалалар, Алматы, Астана. мысалы енді жаңағы қазағы көп, мысалы Астана көп қаладан көп, көп қаладан қарағанда, бірақ қазақылық аз. Сол біздің жалпы өзімізден ғой. Сол. Мысалы мен өткенде бір осы басшылық жағындағы бір кісімен сөйлесіп, сол кезде бір әңгімеден әңгіме шығып кетіп, мен енді өз ұсыныстарымды айтып жатырмыз, шақырып сөйлесіп жатырмын. Мен сол кезде айтқам, мен біздің бас қаламыз кішкене біздің астанамызға ұқсамайды. Себебі кез келген тамақ ішетін жерге бар, кинотеатрға бар, үлкен жақсы жерлерге бар, ол жерде қазақша сөйлегендерді естімейсің. Мысалы осы жерде көп жағдайда Алматыда ол бар, басқа қалаларда. Біз осы жерде, біз соны, мысалы осы қаланы былайша айтқанда әлі сондай бір жақсы ортаға айналдыра алмай жатырмыз. Негізі көп нәрсе, мысалы біз жаңа маусымашар деген үлкен фестивальдер жасаймыз ғой, ойындар. Соны бізге келген жаңа филиал өкілдіктер аппаратта дәл сол күйінде өзіне ыңғайлап адаптация жасап өздерінде істеп жатады. Ол енді мысалы Атыраудың менталына қарайды, Қызылорданың деген сияқты әрқайсысы. Негізгі көп идеялар осы жақта шығу керек қой. Енді ол идеяларды біреу ешкім ойлап таппайды ғой, өзінің өңірінде болған дүниені алып келеді. Мысалы үшін көрісу деген дүние, мысалы осы жақта келген кезде жаңағы бір көршілерге кіріп біреулер шошып жатады, бізде болған жоқ дейді. Бірақ енді батыстағы ағайындар оны біліп, соғына дайындалып отырады деген секілді да. Осындай нәрселер бар. Ол жақсы тенденциялар. Дұрыс айтып отырсыз. Мысалы соның бәрі былайша айтқанда қазақылықты қалаға алып келу немесе былай жалпыландыру сияқты нәрсе ғой. Біз содан қорықпауымыз керек та. Жоқ, бұның бәрі ауылда болған нәрсенің бәрі ауылда қалу керек, соған сол жерге консервировать етудің қажеті жоқ та. Бәрі логика ғой. Мысалы ауылдан тұрып қалаға өту, сондай процесстерде біз өзімізге сенімділік керек та негізінде. Енді қазір мысалы үшін сөздің ашығы осы бір жігіттер бастап, бір қазақы ресторандар, кафелерді бастады. Қазір ол былайша айтқанда бизнеске енгізді. Оның төмен емес екен, түрлі бізде ас бар екенін көрсетті. Қазіргі таңда ол жақсы кетті. Сосын жаңағы ұлттық киімдер. Мысалы қыздар бір басына тебетей киіп шығып еді, қандай бір сәнге айналды да. Осындайларды мысалы үшін қорықпау керек сияқты. Дұрыс, бізде сол келе жатыр. Мысалы шапан киді. Енді мысалы үшін сөздің ашығы керек, мына карантиннің алдында басталып жүрген, жалпы мына ковидтен кейін жас әншілер шықты. Әрине, оның жаңағы сөзіне, анаған, мынаған біраз не артуға болады, но бірақ ең бастысы қорықпай бастап кетті ғой балдар. Кәдімгі бұрын мысалы үшін бір зал жинаса қуанатын еді, қазір үлкен стадион жинайтын бірнеше жігіттер пайда болды. Осындай қалыптасуда, бірақ енді ең бастысы ар жағындағы біздің ұлттық бірдеңелердің, ұлттық дүниелерімізді жоғалтпас екен деген секілді. Әрине, дұрыс айтып отырсыз. Яғни мен ойлаймын да, мысалы үшін менің ойымша аймақтарда мысалы кейбір командалар бар. Мысалы Батыс Қазақстан бір команда келді. Сол команданың жетекшісі бұрын бір команданың музыканты болған және екінші немесе үшінші рөлдегі жігіт болған. Но бірақ ол ішінде ол дүние қалды ғой, орындағысы келді. Ол бала тәрбиеледі да. Мысалы Жамбыл облысында сондай бір аудан бар. Ана ауылдың балдары деген ұйымшыл, сұмдық, ешқандай бір артық әңгіме жоқ. Біз өткенде осындай бір анализ жасадық, сараптама. Жалпы осы біздің қозғалысқа, ойынға қатысқан арасында не бар ма, жаңағыдай өз-өзіне қол жұмсау, проблемасы бар, мысалы тоқтап қалған ба, өте аз мөлшерде екен. Яғни меніңше бұл жерде сол орта, жаңағы ортаның әсері. Әрине. Сондықтан енді ол орта болғаннан кейін өзінің бір мәдениеті қалыптасады. Сосын соңғы жылдары енді ағаларымыз бар, жаңағы апаларымыз бар, ақын жазушылармен, жалпы қоғаммен істеп қалсаң, әлеуметтік желіні қарасаң, қазір жастар кітап оқымайды дейді. Осыған қандай пікір айтасың? Маған өте қызық осы. Мен шамасы жылына бір кемі 100 кітап болмаса да 50 кітап оқитын адамды көріп отырмын мен. Менше кітап оқылатын шығар, бірақ кітаптан бөлек біздің жаңағы назарды алып кететін нәрселер көп қой.
біздің жаңағы келіп жатқан дүниені жаңағы қисық күйінде қабылдайтын сияқты бізде мына смартфонға да қатысты гаджет. гаджет жоқ, мен былай емес, кітап оқу дегенде жалпы ақпарат алу. Ол подкаст қарай ма, ол жаңалық тыңдай ма, ол әлеуметтік желі тыңдай ма. Өткенде осындай бір пікір естідім. Жалпы біздің жазылған шығармалардың көпшілігі аграрлық, яғни ауылдағы кейіпкерлерге арналған. Көркем әдебиет. Көркем әдебиет. Ал енді оны қалаға айналдыру керек. Қалаға алып келгеннен кейін ол образдар, сөздің ашығы көп жаңағы сөздер бұл жерде шығып қалады. Енді мысалы үшін айналымнан түсіп қалады, себебі ол қолданыстағы сөздер емес қой, сөйлемдер емес. Сонда да егер қалаға арналған осындай бір шығармалар көбейсе, мүмкін ең болмағанда ең бір жаңағы айтады ғой, Шекспирді қанша ағылшын аяғына шейін оқымаған, оны жақсы білмейді, оны бір әдебиетті жақсы көрген ар жағы біліп бермесе, бер жағындағылар ол аса бір қатты. Біз енді белгілі бір деңгейде жаңағы тілімізді білу үшін, соның кішігірім соның түсіну үшін, ең болмаса қазақша сөйлегеннен ұялмайтын бір орта қалыптастырсақ деген ой ғой. Әрине, жоқ, дұрыс. Кітап оқу бойынша менің ойымша оқиды, бірақ жастар, бірақ шынымен де ақпаратты алудың формалары өзгеріп жатыр ғой. Жаңа сіз айтқандай, оны аудио арқылы алуға болады, видео арқылы алуға болады деген сияқты. Сонымен жаңағы былай қалайша айтқанда біздің енді концентрациямыз бөлініп кеткен. Бірақ біздерде мына Ұлыбританияда оқып жүргенімде байқағаным, мектепте әр жасқа өзінің әдебиеті бар да, ыңғайлаған. Біз соған келе алмай жатқан сияқтымыз да. Мысалы Абай жолын 7 жасар балаға арналған. Деген сияқты ғой. 15 жасар балаға арналған деген сияқты. Себебі ол жерде сол мысалы кітап оқу сағаттарын қайта-қайта өткізеді да, үнемі сол полкаларға кітаптарын қойып қояды, мысалы алып, өзіне керекті бала сол жасына қатысты алып, оқып, сөйтіп. Былайша айтқанда, мысалы сіз ауыр әдебиет бере алмайсыз ғой балаға. Ауыр әдебиеттен қызығушылық өліп қалуы мүмкін да. Олар сол жеңіл нәрсе арқылы, жеңілден ауырға өту арқылы мына баланың қызығушылығын сақтап алып келеді. Сосын бір культура ретінде қалыптастырған оқуды, жалпы ізденуді, критикалық ойлауды деген сияқты. Біздер кеңес үкіметінде көп оқыдық, сосын қиын жағдай болды. Оқу, былайша айтқанда, өзіміз тірлікпен болып кеттік та. Бірақ енді қазір қайтып келіп жатқан сияқтымыз, керісінше оқуға, былай. Мен Меломанға кітап алуға барып тұрамын ғой. Жастар өте көп. Сонымен қатар осы кітапханаларға да барған кезде ашылып кеткен сияқты көрінеді. Мысалы қазіргі таңда жеке театрлар көбейіп жатыр. Жеке театрлар. Олардың мысалы енді жаңағы оған барып жатқан көрермен де көп. Енді оның насихаттауы бар. Ол өте қуантатын дүние енді. Сосын жалпы андай тек бір не емес, түрлі терапия түрінде өтетін шаралар көбейді. Енді кейбіреуі кішкене тұрпайда көрінуі мүмкін, анайы сөздер қолданып жатқан дүниелер бар. Бірақ оған адам барып жатыр. Сосын енді ол жігіттерге, жасап жатқан жігіттерге ескертесің, енді ағалық. Енді көбісі былай, өзі Қазақстан кішкентай негізі, былай айтқанда бәріміз бір-біріміз танимыз. Сол кезде айтасың, сол кішкене анау сөздеріңді азайтыңдар. Сендер осыған мысалы кино басталғанда да біраз жаңағы қойыртпақ сөздер көбейді. Әлде де бар. Негізі бірақ сапа келе жатыр енді. Ол жағынан да мысалы енді сын көп жалпы киноға да, неге де. Мен айтам, бұл мене де өз басым әзірге сұраныс бар. Ол сұраныс болып ертең тоқтап қалғаннан гөрі ол сұранып, енді халықтың өзінің жаңағы талабы болады, өтініші болады, түрлі сын болады. Ең басы біз мына кинотеатрға бару, кино деген бір көру деген мәдениет қалыптасып келе жатыр. Кезінде 90-шы жылдар бірден алды,
күшті жоғалып кетті ғой кәдімгідей. Оны қайтып жинау оңай шаруа емес, бұзып Әрине, кеткен шаруаны. Сондықтан енді бұл жерде де сол жаңағы бизнеске барғанның несі. Мен енді мысалы Америкада тұрып жатқан, Америкаға барып келген адамдарда мысалы сұрайсың ғой, көбінесе енді шетелде көп дүниені бизнеске беріп тастаған. Өзі алып шығады керек нәрсені дейді, сұранысқа байланысты дейді. Бірақ енді біз әлемдік жан жақтан келіп жатқан ақпарат, жаңалық, түрлі мәдениет бәрін ортасында біз өзімізді ұлт есебінде алып қалу ол оңай шаруа емес қой. Сондықтан бұл жерде ойланатын тұстар көп та. Жалпы жастардың мәдениетін көтеру, яғни кез келген кітап оқу болсын, өз-өзін алып жүру, ортада жақсы сөйлеу, жақсы орталар құру деген сияқты сондай мәдениет көтеру мақсатында қандай бастамалар немесе қандай идеялар ұсынар едің? Сырт көзге қарайсыздар ғой, біз енді ортасында жүргеннен кейін біз бәріне бірдей үлгеру мүмкін емес. Мен енді кезінде қолымнан келгенше небір жастар ұйымдары болды, қозғалыстар болды. Ең болмаса ақпаратпен көмектесіп, соның басы қасында жүріп, өзіміздің ақыл кеңесімізді айтамыз, бірақ ол жетпейді ол негізі сөздің ашығы. Енді мысалы, мен Британияны көрген жоқпын, Британияда тұрған жоқпын. Тіпті мен тек Қазақстанда тұрдым. Тұрсам бір 3 қалада тұрдым. Сосын енді туған ауылым, енді аймақтармен көп араласқаннан кейін, мысалы аймақтарда сөздің ашығы кәдімгі білімге сусап, дұрыс бір дүниені күтіп жүрген жастар өте көп. Сосын кейде сұрайды бізге, давай мындай спикерлер келсе, жақсы білімдермен бөліссе деп. Енді көбінесе баратын, өкінішке қарай, жаңағы имамдар барады, сосын жаңағы блогерлер барады. Енді содан кейін бір коучтар барады. Енді бізде қандай коуч, енді барлығында бірдей сене беруге болмайды негізі. Ол жөнінде де өткенде біраз бағдарламада айтып өттік. Кімге сенейік деп, ана бір заң шықты ғой, заң көрші Қытайда шығып жатыр ғой, нағыз маман айтылмаса мұндай керек емес деп. Иә, сол мен жаңа жұмыстың бір жобасын қозғап кеткім келіп отыр. Бізде Сенатта жұмыстамыз ғой, сол жерде талдау мектебі деген жоба бар. Иә, мен соған ақ бере жатқан. Жақсы. Сол талдау мектебі деген жоба, бұл шешім қабылдау процесіне сараптаманы араластырып, сол сараптаманың сапасын көтеру арқылы дұрыс шешімдердің қабылдануына ықпал ету. Яғни мәселені сараптама қалай істейді? Өте жан-жақты зерттейді, основательно. Жаңа мына бүкіл бір нәрсеге қарап қана шешім қабылдамайды. Көптеген источниктерді қарап, үлкен бір еңбектер жазылады. То есть мына бір мәселенің оңында, солында, артынан, үстінен, жоғарыдан бәрі жағынан зерттеп келеді. Біздің қоғамға осы бір қабілет керек та. Былайша айтқанда сараптамалық дейміз, немесе бір зерттеушілік мәдениет керек та. Ол мәдениет мысалы адамды көп сұрақтар қоюға, ақиқатқа жақындауға көмектеседі. Біздің мәселеміз көп, проблемамыз сода ғой, біз келген нәрсеге сұрақсыз жұтып жатырмыз да. Неге олай, неге бұлай емес, бұрын бұлай еді ғой, неге бұлай деген сияқты сұрақ көп қойылмайды бізде де. Мына талдау мектебі сондай адамдардың критикалық ойлау жүйесін күшейтетін жоба. Сол жобамен біз 5-ші жыл бастайын деп отырмыз. 300-дің үстінде маман шықты сол жобадан. Енді осы жылы талдау мектебі Қарағандыда жүргізіп жатырмыз. Қазір 40-ның үстінде ол жерде оқып жатыр. Сосын біз өңірлерге шыққанбыз. Семейге бардық, Абайдың 180 жылдығының аясында Қарауылға дейін бардық. Мектеп оқушыларына оқыдық. Павлодарға бардық. Алдағы уақытта басқа қалаларға бару жоспарда бар да. Және сұраныс көп екен. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, білімге деген сұраныс. Дұрыс сараптама жасауға, жаңағы көп нәрсенің ішінен шындықты алып шығуға деген сұраныс үлкен. Және сол қабілет керек бізге. Және менің ойымша осындай жобаларды былайша айтқанда таратуға тырысу керек сияқты. Негізі көп аймақтарда, оқу орындарында әлеуметтанушы деген мамандық бар.
бар иә, социология деген Иә. мамандық. Сол бітірген кезде мысалы үшін таба алмай қаласың. Себебі оларда енді ол қалталы бір арнайы бір тапсырыс бермесе, енді ол мектеп Иә. университет бітірген балдар ол ешқайыққа барып кете алмай қалады ғой. әрине. Осыларды бір көп мысалы үшін басқармаларға талай ұсынғанбыз. Неге мысалы кез келген шараны не істеген кезде, шара жасар алдында соған бір 4-5 баланы қойып, аймақ қой онда кішкене. Иә, иә. Соны неге алдын ала зерттемейсіздер? Мысалы үшін мына аймақта былтыр мұндай шара болды. Ол мысалы әдемі презентация, әдемі есеп, осы екеуінде қалмау керек. Оның айналасындағы жастар, мысалы өткенде қаңтар оқиғасы көрсетті ғой, жалпы бір сәтте кімнің қалай кеткенін мысалы. Сондықтан жаңағы талдаудың ары қарай аймақтарға таралуына кәдімгі тек мысалы жаңағы сенат не емес, бәріміз мүдделі болуымыз керек соған. Иә, рас. Ол керек. Егер сондай бір арнайы құрылатын болса, мүмкін біз енді мысалы шетелде байқайтыным үлкен ірі компаниялар, мысалы брендтер, олар міндетті түрде алдын ала осы жаңағы сараптама өткізіп отырады. Анализ жасап отырады. Міндетті түрде. Иә. Бізде ондай өкінішке қарай жоқ. Шынында да мысалы үшін мынау Венгрияда өте жақсы жұмыс жасаған екен дейді, бізге келіп тыға салады. Иә. Сонымен ары бері түсініксіз. Иә. Сосын бір өкініштісі кей жағдайда мысалы жаңадан бір басшы келетін болса, ол бұрынғы жасаған дүниені былай сырт тастайды да, жаңа бір жаңалық ашқысы келеді, жаңа бір көрінгісі келеді. Сабақтастық мәселесі дейсіз ғой. Иә, сондай нәрсе бізде аз. Жаңа сіз Венгрияда дегенде есіме түсіп отыр. Біздерде сол жаңағы оқуда жүрген кезде ұлттық контекст туралы айттым ғой. Иә. Сол кезде мына шетелде оққан бір жақсы жері кругозорды кеңейтеді ғой. Сенде опция көп болады да, то есть ақпарат көп. Мысалы оқытқан кезде айтады, мысалы мына бір тәжірибе Австралияда енгізген, сондай сәтті шыққан, сосын оны алғанда Канада енгізіп көрген, бірақ вообще сәтсіз болған деген сияқты ғой. Мынандай көп нелер, кейстер көп болады да. Бізде жаңа шынымен ғой, мысалы бір нәрсені аламыз да, сосын жаңа фильтр дейміз ба, жақсы сараптаманың жоқтығынан біздер керемет сөзге алданып болсын, немесе контекстті ескермей алып талай нәрсе енді ғой негізі. Талай нәрсе сәтсіз болды. Енді түсініп, енді жүріп келе жатырмыз ғой, жаңа өзіміздің сарапшыларды өсіріп, өзімізді бағалап, көтеріп, осылар контекстті білет, ана шетелден келсе де, міне бірге мына кісілер білет, осылармен жұмыс істеңіздер деп жаңағындай бір-бірін байланыстырып. Сол мәселе сондайда ғой, мысалы шетелден керемет нәрсе келіп тұрса да, оны ішкі мазмұнмен байытпасаңыз, бәрібір нәтиже бермейді. Біз енді ол айқын көрінеді, мысалы көршілес оңтүстікте көршімізге мысалы бір басқа бір ән немесе бір жаңа мәдениеттің түрі көрсе, олар бір ішке кіргізеді да, былай жасайды да, ана әнді өз тілінде орындаса, бір құдды солардың ән сияқты болып шыға келеді. Мысалы ол қоғамға енбейтін, мысалы кейбір жаңағы ауыр рок дегендер бар ғой. Солар мысалы үшін ол қоғамға енбейді, және олар кәдімгі ашық түрде алып тастай салады да. Бізде ол жоқ, бізде бәрі бытысып жатыр да. Бұл жерде қалай ойлайсың, біздің қоғамның енді білмеймін, енді оны бір тілде сөйлемеуі немесе бір-бірін түсінбеуі де осыған кедергі жасай ма? Менің ойымша енді біз өз жолымызды іздеп келе жатқан қоғамбыз ғой. Бұл соның салдары деп ойлаймын да өзім. Бір тест жасап жатады ғой адам, әр нәрсені тестировать етіп. Ол ұзаққа созылған жоқ па? Сондай кезеңдеміз. Жоқ, ол солай созылады деп ойлаймын. Себебі бұл деген қоғамның, бұл мысалы жаңа физический дүние емес қой. Бір нәрсенің сіңу үшін буындар алмасу керек. Мне кажется, соны күрделі нәрсе ғой. Бізде зерттеулер бар еді, мысалы білімге саласың, мысалы бір адамды оқытасың, оның результаты қашан болады дегенде, ең жақсы сценарий 25 жылдан кейін
болады да, жаңағы білімге салынған инвестиция. Мысалы андай зерттеулер бар. Мысалы Британияның 21 ғасырдағы дамуын 1900 жылдардағы Британиядағы жаппай университеттердің ашылуымен байланыстыратын зерттеулер бар да. Сіз оны қолмен ұстай алмайтын болғаннан кейін оның эффектісі ұзақ болады да. Сондықтан бұл ұлттың былайша айтқанда өзін өзі іздеуі, трансформациясы деген, жаңа 50 жылда ел жаңа дейді ғой, сонда 100 жылда қазан дейді. Сонда қарап отырсаңыз сондай сұрақтар керек болуы мүмкін деп ойлаймын да, негізі. Біз енді асығамыз, біз қайтейік Иә, енді. біз Мысалы, әркім көріп кеткім келеді. әркім өз өмірінің шегінде ғана ойлайды ғой. Мысалы да, содан ғой, әйтпесе бұл менің ойымша ұзақ процесс. Осында иленіп, көріп, әр нәрсені бәрібір сол негізге ораламыз ғой түбінде. Жалпы біздің бағдарламаның аты, жобаның аты сауатты бол деп аталады. Енді біздің аудитория негізі жастар. Енді үлкендерде сауатты болған дұрыс, бірақ енді ең бастысы осы көріп отырған жастарға арналған жоба. Негізі қазіргі кезде жастарға қандай білім алған дұрыс, және қандай дағдылар ең маңызды болып саналады? Негізінде менің өзімнің бір түйгенім, адам бір фундаментальный білімдер алуға тырысу керек екен да. Базасы мықты. Мысалы ана Британиядан байқағаным, мысалы бір адам тануға қатты мән береді да. Мысалы адам ғой, бұл әлемді алға жылжытып жатқан. Олар адамның кілтін біледі да, и соны түсінуге мүмкіндік беретін ғылым білімдерді көп оқиды да, жаңа философия, дінтану, антропология, мәдениеттану, әлеуметтану деген сияқты ғой. Енді әркімнің өзінің жолы бар ғой. Сондай жалпы мысалы жаңа инженерлік мамандық болсын, басқа бір жалпы базалық мамандықтар алуға тырысу керек та. Ал мысалы жаңа айтып отқан креатив деген, мысалы жасанды интеллект деген нәрсенің бәрі ол инструмент қой. Жаңағының үстіне келіп қонатын нәрселер. Ең негізі бір база болу керек. Иә, кәдімгідей мықты база болу керек та. Сонда сіз жаңағы мысалы Мәулен Сәдіханұлы сенат төрағасы айтып жүрді, liberal arts education деген бар, мына гректерден келген да. Мысалы адамға білім жүйесіне не керек, жаңағы логика, риторика деген сияқты, жаңа жазу керек, сызу керек, жақсы сөйлеу керек деген сияқты, сондай бір базалық дүниелерді алуға тырысу керек та, соны шыңдауға. Қалғаны жаңағындай технологияны меңгеру, оны жетілдіру дегеннің мәселесі ол процесстегі нәрселер ғой. Ары қарай сені дамытатын нәрсе. Егер ана база болып сен кез келген нәрсеге қызығушылығың арттыратын болса, ол жақсы дүние келсе, сен өзіңнің ана кішкентай кезіңдегі алған дүниең, соны ары қарай алып шығады. Иә, солай алып шығады да. Сосын мысалы базалық білім қалыптасқаннан кейін оны жетілдіру үшін үнемі мына кәсіби әдебиетпен ауыру керек та. Мысалы сіз құрылысшысыз да. Енді осы бағытта даму үшін сізге мысалы университет өзінің шектеулі аясында білім берді ғой, базан. Енді қалған нәрсенің бәрі сізге байланысты ғой. Тәжірибемен келеді, тәжірибе арқылы. Иә, сізден оны ешкім талап етпейді ғой, жұмыста талап етеді, бірақ сіз өзіңіз шыңдап өскіңіз келсе, сонда жалпы кәсіби дүниеге көп көңіл бөлу керек та. Мысалы қалай болса да жаңа әдебиеттер шығып жатса, құрылысқа байланысты соны алу, кәсіби журналдарға жазылу, сол кәсіби ғылыми бағыттағы журналдарды оқу, сол трендтерді түсіну, өзіңіздің салаңызға қарай былай тереңдеп енуге тырысу керек деп ойлаймын да, өзімнің түсінігімде. Сосын бізге қатты керек нәрсе, жаңа айттым ғой, жаңа сараптама, ғылыми көзқарас дедім ғой. Бізде мысалы critical thinking дегендер бар ғой, жаңа критикалық ойлау, эмоционалды интеллект деген сияқты нәрселерге былайша айтқанда бір ғылыми подходқа жету үшін сол бағытта үйрену керек та. Жаңағы мысалы мидың жұмысы ми қалай жұмыс істейді деген сияқты қазір тереңдеп кетіп жатыр ғой. Сондай бағыттардағы білімдер көп керек сияқты адамға.
мысалы өзіңді өзің жақсырақ танып, өзіңді жетілдіруге, сосын мына келіп жатқан тасқында соған жұтылып кетпей дұрыс нәрсені өзің үшін шығарып алу үшін де жаңағындай қабілеттерді күшейту керек сияқты. Критикалық ойлау дейміз, жаңа эмоционалды интеллект дейміз, сондай бір дағдыларды қалыптастыру керек сияқты. Жаңа базистердің үстіне қарайды. Оны да мысалы арнайы оны ешкім оқытпайды ғой. Жоқ, оны курстар бар. Курстар бар. Болады, иә. Жеке де оқу болады. Курстарда көп негізінде. Шетелдің де әртүрлі. Енді сен өзің өз басыңыз мына осы Қазақстанда да білім алдыңыз, шетелде де білім алдыңыз. Бізде жаңағыдай былайша айтқанда артық деп айтуға келмес, бірақ оны оқуға міндетті емес, керек емес ау деген пәндер бар ма? Қазір оны айтып қойып, мұғалімдер өкпелеп қалып жүр. Жоқ, ондай пән деген болмайды менің ойымша, керек емес деген. Бірақ енді бағдарлама бойынша мысалы біздегі мәселе, мысалы условно научник болса, соны жан-жақты түсінуге тырысатындай бізде мамандар шоғыры енді қалыптасып жатырмыз ғой. Мысалы бізде былай болатында, мысалы бір сабақ бар да, мына сабақты, тақырыпты сен бірнеше тараптан зерттеуің керек та, түсінуің керек. Сонда саған мысалы сен 6 тараптан түсінуің керек болса, саған 6 маман келеді да, 6 түрлі адам келеді. Мысалы бізде есімде, мысалы бір неше семестрде 8 сабақ болды ма, бізге 6 мұғалім сабақ береді да, мысалы. Келеді, мына жағын айтады, біреу қақпағын айтады, сыртын айтады, ішін айтады деген сияқты ғой, мысалы. Бізде мысалы біздің енді жете алмай келеткен нәрсеміз мына саланы барынша жан-жақты түсінуге әлі былай қабілетіміз ашылмай келе жатыр да, мүмкіндіктеріміз, кадрлық мүмкіндіктеріміз. Біз мысалы общий оқи беру мүмкін, әлеуметтану деген сияқты. Бірақ сізге әлеуметтанудың общий базасын оқығаннан кейін ішіне кіруіңіз керек болуы мүмкін да, сізге мысалы. Жаңағы бір сала бойынша мәдени әлеуметтануға кетуіңіз керек болуы мүмкін да. Біз сол кезде қиналып қалуымыз мүмкін да. Сіздің кәсібиленетін жеріңізде қиналып қаламыз да біз. Яғни мысалы бір мамандықта бір сабақты 5-6 адам келіп сабақ береді. Иә, сонда. Мысалы бір адам сабақ береді дейік. Бізде қалай? Бізде бір адам сабақ береді. Оның сабақ беру әдісі маған ұнамаса, ол мысалы үшін пән жоғалып кетті ғой, былайша айтқанда. Қызықпай қаласың оған. Ол ұнамау өз алдына ғой, бірақ сен сеніп тұруың керек та, сенің алдында кәсіби адам тұрғанына. Жоқ, ондай жағдай, мысалы ауылда білім алдық, сөздің ашығы. Сол кезде ол басқа таңдау жоқ. Бір мұғалім келеді, сен оны ауыса алмайсың. Өзімізде де солай ғой. Өзіміз солай. Сол кезде мысалы үшін кәдімгідей бұл мәселе болды негізі. Мен мысалы, мен кейде қуанамын. Мен бір емес 3 мектепте оқыдым. Былай 2-3 жыл алған білімім жаңағы қанағаттанбай жүрдім да, келер жылы басқа мектепке ауысқан кезде сол пәнді бір айдың көлемінде жақсы оқып кеттім. Иә, ол анау шында да бір кәдімгі ішіне кіріп кеттім да мен мысалы. Иә, ол мұғалім. Оны мысалы кейін соңғы 11-ші класс бітірген кезде мысалы оған дейінгі жақсы көрген пәндерім ана кісілердің алдына барған кезде маған өте оңай болды. Яғни бізде көп жағдайда таңдау аз. Иә. Таңдау аз. Енді жалпы қоғамдық мәдениетті қалыптастыруда енді қоғам түсінікті. Яғни қоғамға бәріміз кіреміз. Жаңағы қоғам белсенділері бар, сол бойынша жұмыс жасап жатқан адамдары бар әртүрлі. Осы жерде мемлекеттің рөлі қандай болуға тиіс? Негізі мемлекеттің рөлі әр уақытта үлкен. Қай қоғамда болса да, мысалы, әртүрлі мемлекеттік құрылысы қалыптасқан қоғамдарда мемлекеттің үлесі үлкен. Себебі мемлекет жалғыз ғана категория бүкіл қоғаммен жұмыс істейді. Мысалы, сіз жайдармансыз ба? Сіз жастармен жұмыс істейсіз. Сізге басқа категория қызық болмауы мүмкін. Мысалы. Жоқ, қызық болмаған емес, менің де бағытым сол. Маған үлкендер келмейді ғой. Мысалы, бизнес тұрғысынан алған кезде де, мысалы, сіздің өзіңіздің бір аудиторияңыз болуы мүмкін, жаңағы целевая аудитория. Сіз сонымен жұмыс істейсіз да, қалғанын сіз ысырып тастауға да құқығыңыз бар да.
мысалы келіп тұрған адамға қызмет көрсетпеуге де құқығыңыз бар. Иә. Солай ғой. Бірақ мемлекетте ондай құқық жоқ. Мемлекет осы территориядағы кез келген адаммен жұмыс істейтін жалғыз институт. Сондықтан оған түсетін жүк, жауапкершілік өте үлкен. Сосын мысалы жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, бізде жаңа локалды бір жобалар болады, ол ұзаққа бармай жатады, жаңа адамдардың инициативасы жетпей қалады деген сияқты. Мемлекеттің күші масштабта ғой. Масштабировать ету мүмкіндігі жоғарыда, себебі ресурс үлкен. Мысалы бір нәрсені бастап, оған мемлекет қаржы құятын болса, мысалы 20 өңірдің 20-сында да сол нәрсені жасауға мүмкіндік болады. Ал әйтпесе, мысалы сіз гитаристер қоғамдастығы болсаңыз, комьюнити, сіз Астанада осындай бір студияның ішінде бір 10 адам болып жиналып өзіңізбен отыруыңыз мүмкін. Ол да керек, бірақ жалпы мемлекеттің. Осындай орталардан құралады ғой. Иә, осындай ортадан құралады. Емеуді жалпы масштаб тұрғысынан айтып отырмын да, мемлекеттің ауқымы үлкен болады. Сосын мемлекеттің несі жауапкершілігі жоғары болады. Өзі мемлекет сондай аппарат қой. Өзін көп нәрсемен шектейтін сондай да. Сондықтан бір нәрсені жасағанда жаңағыдай жан-жағын есептеп, бәрін бүкіл категорияға сай болу керек деп барлық категорияға екшеп жасап сондай жасайды да. Және біздің Қазақстанның жағдайына қатысты айтатын болса, біздегі мемлекеттің үлесі өте зор. Байқасаңыз, мемлекет көп инициативалардың басында тұрады біздің қоғамда. Әртүрлі жаңа стратегияларды айтады, соның негізінде қозғалыстар болып жатады да. Мысалы, кейбір басқа Европадағы қоғамдарда, мысалы, бір жаңа сіз айтып отырсыз, бизнес өкілдері алып үлкен мемлекеттік деңгейде гигантқа өсіп, сондай ықпал етіп жататын жағдайлар болады. Біздің кейсте негізгі, былайша айтқанда, локомотив әлде болса мемлекеттің үлесі үлкен. Жаңағы идеология саласында болсын, экономика, әлеуметтік салада болсын. Сондықтан мысалы кез келген мысалы бір бастама болса да, мемлекеттің ол жерде былай араласқаны негізі дұрыс деп ойлаймын. Өзінің үлесін қосып деген сияқты да. Қолдау білдіріп локальный нәрселерге дем беру үшін керек деп ойлаймын да. Жалпы әлеуметтік желінің барлығында барсың ғой? Бармын, аха. Иә. Барлығында демей ақ қойын, енді жаңағы TikTok'та ашып қойғанбыз, жоқ, біз жаңа Threads деген бар, тоже ашып қойғанбыз, бірақ отырмаймыз. Threads'те қазіргі енді кез келген жаңағы мәселе талқыланып, кәдімгідей сөйдейді ол жер нағызына. Негізі ол жерде өте әзір біздің қазақтар белсенді деп естідім. Иә, үлкен бір неге айналмай отыр, мысалы үшін көп әлеуметтік желі сөздің ашығы жаңағыдай басында бір қызық болып басталады, кезінде талай жаңа нелер болды ғой. Иә, әртүрлі желілер, платформалар болды ғой негізі, негізі сол жерде біраз идеялар шығады. Мен сұрағым, жалпы қазіргі жастардың бағыты, қазіргі жастардың бет алысы, қазіргі жастардың бір өмір сүруі, қазіргі жастардың жалпы қазіргі жастардың бағыты ұнай ма, немесе қызықты дүниелер бар ма, немесе қарның аша ма, қай жағынан? Мен енді сол жастардың өкілімін ғой, негізі. Біз 35-теміз, 35-ке дейін ғой, ұмытпасам, 34-ке дейін бе? Білмеймін, жақын арада 44-ке шейін барады деген әңгіме шығып. Біз сол жобадамыз ғой, енді солардың өкіліміз. Сондықтан бірдеңе деп бағалау қиын сияқты. Негізі біздер енді жаңағыдай өлең жаздық, бір музыкалар жазып жүрдік, өнер достарымыз көп қой араласатын өнерде, неде. Былай қараған кезде бір өнердегі еркіндік сондай байқалады. Жастардан әсіресе ойдың несі, бір ойлаудың еркіндігі ма, бір сондай бар негізінде. Біздің төменгі поколениеге қарайтын болсақ, өзіміздің туралы емес, төменгі жақтарда. Сосын бәрібір білім деңгейі жылдан өткен жыл сайын жоғарылап келе жатыр негізі. Енді мен сол жастардың ортасында жүрген мен өз ойымды айтып өтейін. Негізі бұл сұрақ жауап емес, мен де өз ойымды білдіретін алам.
негізі қазіргі жастар өте мықты. Иә, мысалы мен өзімді Алдын ала өздерінің мақсаттары бар. Мысалы жайдарманға келіп жатқан көп жастарда, мысалы командалардың, мысалы команда болып келіп ары қарай жұмыс жасаймыз деген кәдімгі жоспарлары бар. Мысалы мына этаптан өтуіміз керек деген сияқты. Бір әттеген-ай өкініштісі, біз тараптан, мысалы үлкендер, біз көп дүниені бере алмай жатырмыз. Мысалы сол жағынан қынжыламын да, енді барлығында бірдей жете алмаймыз негізі. Мен ойлаймын да, мысалы үшін мүйізді қарағайтай небір мысалы ақындар бар, небір шығармашыл жандар бар. Ол жастарды кінәлап немесе бір не істеп отырғанша алдына бара ма, немесе өзі іздеп келіп сондай алаңдарда жүру керек сияқты. Мынандай нәрсе бар ғой, менің өзімнің наблюдением да, субъективный. Жаңа оқуда жүрген кезде, мысалы бізде үлкен профессорлар болды 70-те, 75-те. Солар мысалы былайша айтқанда ескіліктің адамдары ғой. Иә. Бірақ олардың преимуществосы неде деймін ба? Олар технологияны сен сияқты меңгерген да, плюс-минус. Мысалы Microsoftпен жұмыс жасау, презентация болсын, басқадан байқалып тұрады ғой, жаңағы пайдалану, компьютерді пайдалану деген сияқты. Оларда мынау жаңағы бізге соңғы кездері жақсы еніп келе жатыр ғой. Былайша айтқанда өмір бойы білім алу деген нәрсе. Иә, бізде негізі сондай дүние жоқ екен. Мысалы, енді былайша айтқанда советтік орта, сіз жаңа 4-5 жыл оқыдыңыз да, өндіріске кеттіңіз, сол өндірісте жүресіз да. Сені ойлап қойған, саған жұмыс дайындап берген, саған үй береді. Мысалы, әскерден қайтып келсе кезінде, әскерден қайтып келген адамдар ары кетсе бір ай жүреді, бір айдан кейін оны жұмысқа салады, кәдімгідей шөпке салады, қойға салады, трактор, құрылысқа салады. Сені біреу ойлайды. Біздер үлкендер тұрады деді ғой, жаңағы мына пульттің сыртын қаптап қойып деген сияқты, ой бүйтуге болмайды, мынаны мен түсінбеймін, мынаны не қылшы дейді ғой. Оның бәрі сол не екен ғой, ана өмір бойындағы қажетті прокачкалар жасалмай қалады екен да бізде. Мысалы, бар, менде де бар. Иә, мысалы, Европада болса жағы, мынаны үйрену керек, қысқаша бір курсын өтіп, ананың курсын өтіп, мынаның курсын өтіп, өзін не істейді ғой, прокачка жасайды да. Бізде бұрынғы енді дәстүрлі 4 жыл, 5 жыл біліміңді алдында заводқа кеттің, как бы сол станоктың алдында 25 жыл жүріп жатсың деген сияқты ғой. Осы тұрғыдан келген кезде жастарға сол аға буын сол тұрғыдан қызықсыз болып қалуы мүмкін да. Трендтерді білмеу, жаңа сіз өзіңіз де сөз арасында айтып кеттіңіз ғой, жаңа осында келе жатқан кезде осы заманмен ілесіп, осының білімдерін меңгеріп жүрмегеннен кейін жастарға мүмкін қызықсыз болып қалатын шығар. Сондықтан мүмкін өз саласында жүрген өте продвинутый адамдарды көп рекламировать ету керек шығар. Енді ол жерде жарнамалау өз алдына, мысалы үшін жастарға да айтарымыз, сондай адамдар болса, керісінше сол адамдарға үйретіп, оның тәжірибесінен кейбір дүниелер алуға болады. Жастардың жаңашылдығы екеуі бір-бірін толықтырып отырады. Өте дұрыс, иә. Жаңағы мен басында айтқан баланс деген сол ғой. Мен бәрін білем деп ойламау керек та. Рахмет. Біраз әңгіменің басын шалдық. Көп рахмет. Негізі қай сала болмасын айтып жүрем. Жастар, жігіттер, қыздар сауатты болайық, сауатты болуға ұмтылайық. Жан-жағымызға жақсы жаңалықпен бөлісіп тұрайық. Қай сала болмасын, мысалы үшін қазіргі таңда небір кино шығып жатыр, сценарий жазып жатыр, балдар келіп ақыл сұраған кезде мен айтамын, сен сценарий жазасың ба жалпы? Кемі 100 кітап оқыш деймін. Себебі айналып келген кезде қабілет, бәрі жақсы, ойлау, критика бәрі жақсы болғанымен ең соңында тірелетін ол білім болады. Иә. Білімді ұштап, біліп, соған ұмтыла берейік. Рахмет, Жеке. Рахмет. Аманшылыққа. Рахмет. Иә, бізде де жаңағы бір мынандай бір ой болған, жаңа 100 кітап оқы демекші. Бізде мысалы осы оқуға баратын кезде қоғамда бір мәселе бар ғой, бізде көп нәрсені айтамыз да, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Бірақ оның бірі ғана шешім ұсыналады да.
жалпы оның бірі ұсынса иә. иә Сонда жаңа шешім ұсына алмаймыз да қайсымызға келгенде. Ананы жамандаймыз, мынаны жаңа мемлекет жамандап жатады, ананы жамандаймыз. Сосын жоқ ұсына алмайсың да. Мысалы, не істеу керек, ал жігіттер жақсы айтып отыр мәселе, не істеу керек? Ешкім не істеу керек екенін айта алмай қалады да. Сонда жаңа Британияға барып оқыған кезде мен түсіндім да, бізге сол білім жетпейді екен да. Оқу жетпейді екен просто. Мысалы, біз ана жаққа барған кезде 1 жыл жүрген кезде білмеймін енді былай уақытпен шаққан кезде күніне 10 сағат библиотекада отырған шығармыз 1 жыл бойы. Ол деген мысалы үлкен нәрсе ғой. Сонда средний мысалы өзің келесің, мысалы жылына 50 кітап оқып келуі мүмкін, а ол жердегі студент жылына білмеймін қанша кітап оқиды, 200 кітап оқиды ма, 500 кітап бола ма, жаңа жинақтап келгенде 1000 кітап болады шығар да. Сонда ол ана кейсті де көреді, мынаны да көреді, ананы көреді да, сол кезде мәселеге шешім ұсына алады да ол. Себебі оның мынандай білім ауқымы көп та. Жаңа мысалы Австралияның кейсін біледі ол. Жаңа Канаданың кейсін біледі. Тіпті британдықтар енді өмір сүру деңгейлері жоғары ғой, мысалы дискуссия болған кезде таласу жаңа қиын болатын да. Себебі мысалы олар мысалы жаңа gap year дейді ғой, мысалы 1 жыл демалыс алып 5-6 ай Тибетте тұрып келген, Японияда тұрған, 3 ай Болгарияда жүрген, 1 жыл деген сияқты да. Сонда мысалы бізде Қытайдан келген достар айтып жатады, бізде былай Азияда десе жоқ. Мен мысалы Кореяда тұрдым, Японияда тұрдым, Кореяда мысалы Қытайда Шыңжаң жақта тұрғанмын, сол кезде көргенім мынау деген сияқты жаңағындай мысалда иә кругозор кең да, кругозор. Сонда проблема сол екен да. Сен 1 кітап оқысаң, ол 10 кітап оқиды, сен 10 кітап оқысаң, ол 50 кітап оқиды деген сияқты. И мәселе сода екен да. Әдемі, өте керемет. Оқиық, кітап оқиық, ізденейік. Біреуге лайк басқанша, біреудің бірдеңесі шығып, бір қызықтатқанша, мүмкін бір айда 1 кітап болар, екінші айда 2 кітап болар. Сол орташа жылда енді әртүрлі не бар ғой, енді бізде жаңағы айтып жүрген. Негізі бір жылына 50-60 кітап болса, оның өзі де үлкен олжа. Үлкен олжа. Рахмет тағы да. Екінші рет. Жақсы.